Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздермен духовкасыз өте оңай дайын болатын Banoffee пай торттың рецептімен бөлісемін. Соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен печеньемізді блендермен я қолымызбен осылай үгітіп аламыз. Сармайымызды водяной баняда толықтай ерітіп алуымыз қажет. Мен өзіме үлкендеу ыдыс алдым. Ыдысымызға печеньені толықтай саламыз. Үстіне ерітілген сармайымызды құйып, араластырып алуымыз қажет. Егер сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікірге жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. 22 диаметрлі формаға толықтай дайын болған массамызды саламыз. Осындай стаканның көмегімен үстінен басып шығамыз. Шеттерінде формаға келтіреміз кішкене шығарып. Дайын тестамызды тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып аламыз. Оған дейін кремімізді және начинкамызды дайындаймыз. Сливкиді миксерінен 3-4 минут қоюланғанша миксерлейміз. Міне, бізде осындай қою крем шығуы қажет. Міне, енді печеньемізді тоңазытқыштан алып, ең алдымен үстіне варена сгущенканы жағып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер әлі сіздер дәмін көрмеген болсаңыздар, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Үстіне банандарымызды толықтай жайғастырамыз. Енді үшінші қатарына кремді осылай насадканың көмегімен әдемі етіп, гүл секілді етіп жайғастыруға болады. Міне, шеттерін пышақпен кесіп шығамыз. Кесіп алдық. Кольцодан босатамыз. Какао сүйіп қосаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Міне, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира, баршаңызға рахмет.